Армысыздар, құрметті көрермен. Қостанай облысында Аманқарағай ауылында өртенген үйлердің бірінен ер адамның мәйіті табылды. Бұл жөнінде төтенше жағдай министрі Юрий Ильин жексенбі күні таңертең брифинг кезінде хабарлады. Түнгі сағат 12-дегі жағдай бойынша зардап шеккендер мен қаза болғандар жайлы ақпарат болмаған. Бүгін таңертең Аманқарағай ауылында үйінділер аршу кезінде бір адамның өлгені анықталды. Бұл 1936 жылы туған мүгедек адам. Учаскелік инспектор эвакуация кезінде оған хабар берген, бірақ ол басқа жаққа кетуден бас тартқан. Бірақ соған қарамастан адам өлімі фактісіне қатысты тергеу амалдары жүргізіледі, деді министрлік. Бұған дейін министрліктен өрттен 10 адамның зардап шеккенін, 4-еуі ауруханаға жатқызылғанын хабарлаған. Министрліктің хабарлауынша өрт аумағы 43 мың гектардан асқан. Сенбі күні түнде оның аумағы 9 мың гектар деп айтылған еді. Әлеуметтік желіде кейбір қолданушылар Қостанай облысында өртенген зардап шеккен тұрғындарда көмектесу үшін арнайы есеп шотты ашқан. Кейбір еріктілер де жолға шыққан деп жатыр. Министрлік Аманқарағай және Лесное Озерное кентіндегі өрт сөндірілгенін хабарлады. Көлік және темір жол қалпына келтірілді. Ендеше тағы да 24 KZ каналының ақпаратымен толық таныс болыңыздар. Мәселесі қарастырылып жатыр. Оқиға орнында жүрген тілшіміз Мағауия Қалиев қазір бізбен тікелей байланыста. Мағауия, табиғи апаттың, өрттің беті қайтар түрі бар ма? Қазіргі жағдай қандай? Қайырлы күн. Қыркүйектің 2-сінде Бас Аман орман шаруашылығынан басталған өрт бір тәуліктің ішінде 10 мың гектар алқапты шарпып үлгерді. Біз мұнда түнделетіп жеткен болатынбыз. Осы Аманқарағайға тақаған тұста от жалының ортасында қалғандай болдық. Жағалай көк түтін, әр жерде жанған ағаштар. Озерный жол бойындағы Озерный ауылына маңынан өткен кезде үйлерінде жанып жатқандығын байқадық. Ал мынау Аманқарағай кіреберістегі қазір мен тұрған көше әп-сәтте күлге айналған. Сол кеше сағат 5-ке таман шақта. Мынау бас аяғы жарты сағаттың ішінде қызыл жалын жалма өтті дейді жергілікті тұрғындар. Енді соны тыңдалық. Сумку, документы и все, и вот как есть в одежде. Құжат толы сөмкені алып шықтым, және үстімдегі киімді киіп үлгердім. Жергілікті тұрғындарды алаңдатқан басты жайт мына өрттің мұнай базасына тақап келгендігі. Ол жерде аузы мұрны лық толы жанар жағармайға 12 бөшке резервуар бар екен. Егер оларды қызыл жалын тілі шарпығанда зардабы орасан болар еді. Бірақ оған төтенше жағдайлар қызметкерлері жол берген жоқ. Облыс әкімі жағдай қазір бақылауда деп отыр. Тұрақты қазір уақытта алған өрттің алқабы қазір 9 мың гектардан асады. Көрші облыстардан көмек келді. Уақытында техника жағдайдан мобильді топтар келіп қазір көмектесіп жатыр. Өртті сөндіріп жатырмыз. Ең басты мақсат адамдардың өмірін сақтау. Қазір бір адам зардап шеккен жоқ. Ауданда жедел штаб құрылған, ол қазір күні-түні жұмыс істеп жатыр. Ал енді қанша үйдің жанғандығы әзірге беймәлім. Бүгін жедел штаб мүшелері тікұшақпен жағдайды жоғарыдан бақыламақ. Студия әзірге мендегі ақпарат осы. Рахмет, еске салайын, бізбен оқиға орнынан тікелей байланыста болған әріптесім Мағауия Қалиев.